Адам болғандықтан бір нәрсені ұмытып кетеміз, немесе жалақымызды кешіктіріп аламыз. Ал ипотекалық несиені төлеу мерзімі өтіп кетті. Сәлем достар, сіздермен бірге Нұрболат, және бұл ипотека академиясы. Енді біз мерзімі өткен төлемдер мен айыппұл деген қорқынышты сөз туралы айтатын боламыз. Я достар, төмен мөлшерлемеге қарамастан, отбасы банкінде де мерзімі өтіп кеткен төлемдер бар. Және баршаға мәлім, егер клиент төлем мерзімінен кешіктірсе, оған айыппұл салынады. Әрбір кешіктірілген күн үшін айыппұл ай сайынғы төлемнің 0,2%-ын құрайтын білу керексіздер. Мысалы, сіздің ай сайынғы төлеміңіз 100 000 теңгені құрайды, ал төлем күні әр айдың 7-сі. Сонымен, егер төлем мерзімі бір күнге кешіктірілсе, онда 100 000 теңгеге біз өсімпұл сомасы 0,2%-ды қосамыз. Сонда жалпы сомасы 100 200 теңгені құрайды. Ал егер несие бойынша ай сайынғы төлеміңіз бірнеше ай бойы төленбесе, онда банк сіздің кепіл мүлігіңізді заңды түрде сата алады. Бірақ жаман жағын ойламайық, ипотекалық несиені уақытында төлеуді ұмытпауға тырысайық, достар. Лайк басуды, біздің каналға жазылуды, және де қоңырауды басуды ұмытпайық. Келесі кездескенше!